Әке өсиеті. Бір қарияның екі ұлы болыпты. Қария дүниеден өтерінде балаларын шақырып алып, былай депті: Мен сендерге мұра қалдырып барамын, бірақ бұл мұра қазына байлық емес. Ақша мен пұлдан да қымбат үш өсиет айтамын. Өсиетімді есте сақтасаңдар, есте ұстасаңдар, өмір бойы молшылықта өмір сүресіңдер. Менің үш өсиетім. Бір, ешкімге бірінші болып иіліп сәлем бермеңдер, басқалар сендерге иілсін. 2. Барлық тағамға бал қосып жеңдер. 3. Әрқашан мамық төсекте ұйықтаңдар. Осыны айтып, қария көз жұмыпты. Ұлдары әке өсиетін естен шығарып, аста төк өмір сүре бастапты. Түні бойы ырду-дырдумен уақыт өткізіп, таңнан кешке дейін ұйқыдан бас алмапты. Бар ақшаны әкелері қайтқан жылы оңды-солды жұмсап тауысыпты. Келесі жылы қорадағы малды түгел сатып пұл қылыпты. Үшінші жылы үйдегі бар дүние мүлікті сатуға мәжбүр болыпты. Ақыр аяғында дүние түгел, қатқан нанға зар болып қалыпты. Ағасы тұрып: Айтпақшы, әкеміз бізге дүнге мүліктен бөлік үш өсиет қалдырып еді ғой. Соны естен шығармасаңдар, өмір бойы молшылықта өмір сүресіңдер деген дейді. Інісі күліп: Мен бұл үш өсиетті де ұмытқан жоқпын, бірақ соның пайдасы бар ма өзі? Әкем, ешкімге бірінші болып иіліп сәлем бермеңдер, басқалар сендерге иілсін деген. Бұл үшін бай болу керек, ал бұл өлкеде дәл қазір бізден кедей адам жоқ. Ол барлық тағамға бал қосып жеңдер деген. Ал бізде бал түгілі бір үзім нан да жоқ қой. Ол әрқашан мамық төсекте ұйықтаңдар деп айтқан еді. Мамық болса мейлі ғой, үйімізде тіпті ескі текеметте қалмады. Ағасы ұзақ ойланып былай депті: Сен бекер күлесің. Біз сол кезде әкеміздің өсиетін түсінбеппіз. Ал оның сөзінің астарында даналық жатыр екен. Ол бізге ерте тұрып, егістікке барып жұмыс істеу керегін айтыпты. Сонда егістікке бізден кейін келгеннің бәрі бізге иіліп сәлем береді. Күні бойы тер төгіп, жұмыс істесең кешке үйге шаршап, әрі қарның ашып қайтқанда қатқан нанның өзі балдай тәтті көрінеді. Сонда кез келген көрпенің өзі мамық сияқты сезіліп, дөңбекшіп жатпай, тез ұйықтап кетесің. Келесі күні ағалы інілі екеуі таң қылаң бере егістікке бәрінен ерте барыпты. Жұмысқа шыққан адамның бәрі бірінші болып келген ағайынды екеуіне сәлем беріп, күннің сәтті өтуіне тілек білдіріпті. Жігіттер күн ұзақ бел жазбастан еңбек етіп, кешке үйге келгенде қара шай мен қара нанның өзі балдай тәтті көрініпті. Шаршап келгеннен бе еден үстінде емес, мамықтың үстінде жатқандай жайлы ұйықтапты. Олар күн сайын осылай еңбек етіпті. Егін бітік шығып, күзде мол өнім жинапты. Соның арқасында молшылыққа жетіп, қалған өмірін еш тарықпай өткізіпті. Көрші қолаң ауыл аймақта бұларды қайтадан құрметтей бастапты. Ағалы інілі екі жігіт әкесінің айтқан өсиетін естен шығармапты. Каналға жазылып, лайк басып жіберіңдер.